Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздерге крем-чизбен дайындалатын өте дәмді маковый пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін осылай ұнға, разрыхитель, шекер, миндальный мукамызды салып, және де оның үстіне мак саламыз. Мак салып араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған 82% майымызды салып, крошка жасап аламыз. Менде желток көрінбей қалыпты. Майдан кейін крошка жасап, үстіне желток салып, қамыры илеп аламыз. Өте жұмсақ песочный тесто дайын болады. Жаңағы желтоктың белогын осылай алып, үстіне 150 грамм шекер салып, меренга дайындап аламыз. Менде видеода көрсетілмей қалыпты. Меренганың үстіне грецкий орех салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте тестамызды 2 бөлікке бөліп, осылай мен домалақ етіп жасадым. Сіздер егерде 4 бұрышты етіп жасаймын, үлкен қылып жасаймын десеңіздер, тестаны осы рецепті 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Мен диаметр 26 етіп жасадым. Осылай қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Кальцияның көмегімен осылай кесіп аламыз. Жан-жағындағы бөліктерін осылай үстіне салып, жайып жібердім. Кішкене жайып жібересіздер. Осының үстіне жаңағы меренгамызды салып, жайып шығамыз. Мен үстіне смородина тастадым. Егерде сіздерде вишня, малина болса, салсаңыздар болады. Печкаға жібереміз, 170 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырмен шекер, сливки үшеуін араластырып аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Дайын болған кремімізді үстіне осылай жағып аламыз. Спатуланың көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Өте дәмді, өте нәзік пирогтардың бірі. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай екінші пирогты үстіне қойып аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Ас болсын, сіздер жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.